Балалар, бүгінгі өтетін сабағым 32-ші сабақ дауыссыз н және ң, иә. 58-ші атты өлеңді мәнерлеп оқы дейді. Қарағым, оқы, босқа жүрме, ойынға құр қаларсың, көңіл бөлме. Жасынан оқып, өнер қуған, жан жетпес көңілі жүйрік кемеңгерге. Қарамен жазған сөздердің айтылуы мен жазылуын салыстыр дейді, иә. Бұл жерде қараңыздар. Айтылуы мен оқылуын салыстыр дейді. Айтылуы ойынға, ңға, ал жазылу ойынға екен, иә. Сол кезде айтылуында ң қосылып тұр екен, иә. Енді бізде кемеңгер деген сөзде, кемеңгерге деген сөз айтылуы мен жазылу бірдей екен, иә. Бізде ары қарай 59-ші атты мақалды көркем жаз дейді. Қол өнері кілемде, сөз өнері өлеңде дейді. Бұл жерде өнері, өлеңде деген сөздерді көшіріп жазыңыздар, иә. Н мен әрпі бар сөздер. Бұл жерде қол өнері кілемде деген, қараңыздар. Қол өнері кілемде деген адам қолымен жасалған шеберлік, мысалы, кілем тоқу, кесте тоқу, ағаш ою сияқты, иә. Бұл жерде сөз өнері өлеңде деген, сөз өнерден адамның ойы мен сезімін сөзге арқылы жеткізуге шеберлік, яғни ақындық, шешендік деген сияқты, иә. Мақалдың мағынасы осындай екен, иә. 60-ші атты суретке қара, суретші, қобызшы, кенші, құрылысшы, ғарышкер, тәртіп сақшысы өздерін жұмыстарын қажетті құралдарды дұрыстап таңдап алған ба дейді. Бұл жерде ғарышкер бізде қобыз тартып отыр, олымыз дұрыс емес екен. Қобызшы, мына қобызшы өзінің құралын алу керек, аспабын алу керек екен, иә. Мына жерде сылақшы болса, мына жерде тәртіп сақшысы бізде дұрыс емес алған, иә. Өйткені ол құрылысшыныкін алған екен, иә. Мына құрылысшының. Ал мына құрылысшы бізде ғарышкердікін алған екен, иә. Ал сурет салатын болса, тәртіп сақшысының таяғын алған екен, иә. Ал бізде кенші болса, ол сурет салатын құралды алған екен, иә. Мына үсіп ауысып кеткен екен. Саған бұл мамандықтардың қайсысы ұнайды? Неліктен өзінің болашақта қай мамандықтар таңдар едің? Жауабыңды 2-3 сөйлеммен жаз дейді. Қараңыздар. Бет жасақ болады екен. Мен болашақта дәрігер мамандығын таңдар едім. Өйткені адамдарға көмектесіп, олардың сауығып кетуіне себеп болғым келеді. Үстіп 60-ші атты үстіп жазып өткенбіз. Ары қарай бізде 61-ші атты кесте көрсетілген болашақтағы мамандықтар бойынша диалог құрастыр дейді. Ғарыш пойызының жол серігі дейді. Қараңыздар, мына жерде ғарыш пойызының жол серігі, жолаушы пойызының жол серігі, өйткені саяхаттағанды жақсы көремін және адамдарға қызмет көрсеткім келеді. Енді бізде мына жерде 2-ші топта ай кеншісі. Мен ғарышқа ұшып ай кеңістігіне зерттегім келеді. Ғарышкер болу бала күнгі арманым, себебі жаңа әлемдерді ашу қызық дейді, үстіп жазып өткенсіздер. Ал бізде 3-шісі суасты қалалары мұның құрылысшылар дейді. Суасты қалаларының құрылысшысы мен болашақта суасты қалаларының құрылысшысы болғым келеді. Бұл мамандықты арқылы адамдар үшін ерекше өмір сүру ортасын жасағым келеді дейді. Үстіп жазсаңыздар болады. Міне. Сіздер көрініп тұр ма? Мына біріншісі, екіншісі, үшіншісі екен, үстіп жазсақ болады екен. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сағат кездескенше сау болыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.